Әлемге зомби апокалипсис келді, бірақ бір жігіт бұл үшін өте қуанышты. Өйткені зомби оның арманын жүзеге асыруға көмектеседі. Қызық па? Онда біздің шолуымызға сүңгіңіз. Іскерлік костюм киген жас жігіт зомби тобырынан 4 аяқтап қашып келе жатыр. Ол олардың кесірінен жұмысына кешігіп қалатынына алаңдайды. Бірақ уақытты бір жылға артқа айналдырайық. Бұл оқиғаның басты кейіпкері Тендо Акира. Ол өте еңбекқор және сыпайы жігіт. Ол өзінің алғашқы жұмысына ие болды және қуана кеңсеге асығуда. Әріптестерінің арасынан Тендо Атури есімді сымбатты қызды байқайды. Жұмыстан кейін барлық қызметкерлер барға жиналады. Тендо өзінің әріптестерімен және Косуги есімді бастығымен танысады. Ол жігіттің түні бойы жұмыс істеп, әртүрлі тапсырмаларды орындау керек екенін айтады. Келесі күні оқиға қайталанады. Жігіт үйіне әзер жетіп, кереуетіне құлайды. Оның мойнына күн сайын көбірек және одан да көбірек жүктемелер ілінеді. Ол сөзбе-сөз айтқанда кеңседе тұрады. Бірде кешкісін жігіт барда өзінің жақын досы Кенчомен жолығады және ауыр жұмысына шағымданады. Өкінішке орай достардың әңгімелері көп ұзамай жанжалмен аяқталады. Жұмыста Отури шаршаған Тендоны шырынмен сыйлайды, бірақ 5 минуттан кейін бастығынан айғай естиді. Өкінішке орай жігіттің компаниядан кетуге батылы жетпейді. Өйткені Жапонияда велосипедіне мінеді де зомби тобырының арасынан құзғытады. Дегенмен олар айтарлықтай жылдам жүгіреді және педальдарды қаттырақ айналдыруға тура келеді. Ол Отуридің үйін тауып, оның пәтеріне кіреді. Ішінде бәрі шашылып жатыр, бірақ қыз тірі және қалыпты адам секілді көрінеді. Алайда оның үйінде халат киген зомби кезіп жүр, ал біздің кейіпкеріміз оны компанияның бас директоры деп таниды. Қызды құтқару үшін Тендо зомбиге атылады. Оның шашын жұлып алады, бірақ жойқын соққының салдарынан қабырғаға жабысады. Сонда жігіт зомбиге тағы да атылады және ол екеуі де жерге құлайды. Отури зомбидің басынан ұрып, әйелін ол үшін тастап кетпеген үшін оған ұрсады. Сөйтсе ол екеуі көңілдес болыпты. Нағыз драма, бірақ бұл да соңы емес. Бастық қызды тістеп үлгерді және енді ол да зомбиге айналады. Содан соң әрине Тендоға атылады. Жігіт Отуриден жастықтың көмегімен құтылады. Содан кейін қызға оны жақсы көргенін мойындайды да оның үйінен қашып кетеді. Ол көршілеріне азық-түлікпен оралады, бірақ енді тым кеш сияқты. Тендо қатты ренжулі, дегенмен зомбилерге азық болғаннан қарағанда әрі қарай өмір сүргісі келетінін түсінеді. Жігіт әрқашан жүзеге асырғысы келген 100 істің тізімін жазады. Зомби апокалипсистің екінші күні басталады. Тендо үйін ретке келтіріп, қоқыс тауын көшеге лақтырып жібереді. Ол супермаркетке барып, ол жерден әртүрлі азық-түліктерді жинайды. Әрине, зомби сатушылардан қашуға тура келеді, бірақ қорқынышты еш нәрсе жоқ. Тендо шашын әртүрлі түстермен бояйды, бірақ содан кейін ол бәрібір де өзінің табиғи түсіне оралады. Ол зәулім ғимаратқа өзінің үлкен портретін салады және тағы да аш зомбилер тобынан қашады. Жылдамдықты арттыру үшін Тендо велосипедін мықты мотоциклге ауыстырады. Жігіт кешкісін аспанға жарқыраған от шашу шашады, ал келесі күні сыртта барбекю жасайды. Өкінішке орай оның барлық тұздықтары таусылып қалды. Енді оның супермаркетке баруына тура келеді. Онда жігітке дулыға киген бейтаныс жігіт шабуылдап, таяғын сермеп қалады. Тендоның зомби емес екенін түсінгеннен кейін бейтаныс дулығасын шешеді. Бұл нағыз тірі қыз, сонымен қатар өте сүйкімді. Оның есімі Сизука. Көшеде біреу көмек сұрап жалбарынуда және біздің кейіпкеріміз зомбиден тағы да бір адамды құтқару үшін сонда жүгіреді. Оған Сизука көмектеседі және зомбиді оп-оңай жайратып салады. Шамасы ол нағыз құбыжықтар аңшысы секілді. Қыз велосипедімен кетіп қалады, ал біздің кейіпкеріміз үйге оралады. Онда ол ақыры өзінің жан досы Кенчоны есіне алады да оған қоңырау шалады. Жігіт ересектерге арналған отельде қамалып қалғанын мойындайды және оны зомбилер қоршап алған. Тендо досын құтқаруға бел буады. Ол зомбилерге соқтығысып қалмауға тырысып, өзінің мотоциклінде құзғытып бар жатыр және кешке жақын керекті отельді табады. Бірақ мұнда зомбилер өте көп. Тендо олардың дыбысқа назар аударатындарын байқайды және тобырға музыкалық бағанды лақтырады. Зомбилер бірден соған атылады, ал біздің кейіпкеріміз спорт ойыншысы сияқты алға ұмтылып, қарсыластарын жан-жаққа лақтырып, олардың тістерінен ептілікпен жалтарады. Тендо
отельден Кенчоны табады және екі дос шатырға шығады. Ал сосын жақын төңіректегі барға барып, өздерінің жеңістеріне орай керемет кешкі ас ұйымдастырады. Кенчо досының істер тізімін оқып, оның нағыз батыр екенін айтады. Сонда Тендо тағы да бір тілегін жазады: Супермен немесе өрмекші адам болу. Кенчо жаңалықтарды көріп, Токионың гуманитарлық апаттың алдында тұрғанын біледі. Тендо досына акванариумға барып, сүңгуір костюмдерін алуды ұсынады. Өйткені мұндай костюмдерді зомбилердің тістей алмайтыны сөзсіз. Бірақ алдымен жігіттердің жаңа өнімдерді табуы тиіс. Супермаркетке кіруге тырысып жатқанда, олар зомбилердің шабуылына ұшыраған көптеген тірі адамдарды байқайды. Жігіт олардың арасынан Сизукуды көреді. Ол зомбилерден ептілікпен құтылып, біздің кейіпкерлерімізбен бірге супермаркетке жасырынады. Ал тағы ол жерге екі жолаушысымен бірге таксист еніп үлгереді. Олардың барлығы акванариумға баруды шешеді, өйткені онда айтарлықтай қауіпсіз. Таксист қолынан зомбидің тісінің ізін байқайды, ал оның жолаушылары бұл уақытта мықты алкогольдан көтеруде. Жігіттер оларға қосылады. Ішіп алғасын қыздар Кенчоға қырындай бастайды және көп замай олар енді үшеулеп көңіл көтеруді шешеді. Сонда Тендоға Сизука қосылады. Ол оның қолындағы сызатты байлайды және кенеттен олардың арттарындағы таксист зомбиге айналады. Ол біздің кейіпкерлеріміздің ізінен түседі. Ал бұл уақытта жолаушылар стюардессалардың киімін киіп Кенчоның көңілін көтереді. Өкінішке орай олардың арттарынан таксист зомби пайда болады. Ол алдымен бір қызды, ал сосын екіншісін тістейді. Қорыққан Кенчо қашып кетеді, ал зомби оның соңына түседі. Тендо музыка арқылы зомбидің назарын аударып, досын тағы да құтқарады. Осы уақытта Сизука дүкеннен шығуға талпынуда, бірақ оны жолаушы зомбилер қуып жетеді. Қыз олардан жалтарады, ал Тендо мен Кенчо құбыжықтардың назарын аудару үшін отшашуларды жібереді. Үшеулеп олар дүкеннен шығады. Көшеден фургонды байқап, ішіне секіреді. Қуанышқа орай бұл көліктің кілті бар және біздің кейіпкерлеріміз зомбилерден қашып үлгереді. Енді олар акванариумға үшеулеп бар жатыр. Бірақ жолда біздің кейіпкерлер ыстық бұлаққа тоқтап, бір стақан сакеден ішуді ұйғарады. Зомби апокалипсистің 7-ші күні. Кенчо шашын бояп аққұбаға айналады, ал Сизука көше иттерін тамақтандыруды. Біздің кейіпкерлеріміз көп замай көлге тап болады және өмірлерінде алғаш рет серфингпен айналысып көруге бел буады. Рас, бұл йогаға қаттырақ ұқсайды. Олар тағы дельтапланда ұшады және Тендо өзінің істер тізімінен кезекті тілегін сызып тастайды. Кешкісін біздің кейіпкерлер раменмен тамақтанып, ұшқын шамдарды жағады. Ақыры олар ыстық бұлаққа жетеді, бірақ ол жерді зомбилер иемдеп алыпты. Тендо достарымен бірге олардан алысырақ жерге жайғасып, тамаша демалыстан ләззаттанады. Көп замай біздің кейіпкерлеріміз акванариумға жете бергенде, олардың фургондары шайқалып, жол апатына ұшырайды. Сөйсе, тас жолға өткір тікенектер мен шегелер қойылған екен. Тендо бастығы Косугидің айғайынан оянады. Мәссаған, мұның бәрі әншейін түс болғаны ма? Бірақ жоқ, бастық оны акванариумға апарып, жергілікті баспананы көрсетеді. Ол жерден жігіт өзінің көршілерін көреді. Оларды ол өлді деп ойлаған. Ал тағы жұмысындағы әріптестерін. Шамасы Косуги бұл жерге өзінің жаңа бизнесін ұйымдастырған сияқты. Енді Тендо, Кенчо және Сизукиден оларға қосылып, тәулігіне 24 сағат жұмыс істеулерін талап етіп отыр. Ер адам жігітке жергілікті қауіпсіздік қызметін көрсетеді. Бұл аш зомбилер тобыры. Олар қылмыскерлер мен қарақшылардан баспананы қорғайтын болады. Косуги Тендодан оның көмекшісі болуын өтінеді. Кенчо, Сизуки және басқа да жұмысшылар ең қарапайым және ең арзан тағамды жеп жатқанда, Косугидің алдында дәмді тағамдар жайылып тұр. Ал біздің кейіпкеріміз оған даяшы болып жұмыс жасайды. Тендоның бұрынғы көршісі Кенчо мен Сизукуды мына құрғыр түрмеден шығаруға тырысуда. Ол достарына кез келген көлікке отырып қашып кетулерін ұсынады. Дәл осы уақытта акванариумның аумағына зомби кіріп кетеді және жұмысшылардың бірін тістейді. Дүрбелеңді пайдалана отырып, зомбилер тобыры өздерінің торларынан шығып баспанаға кіріп кетеді. Нағыз хаос пен ессіздік басталады. Кенчо мен Сизуко Тендоны тауып, жігітті өздерімен бірге қашуға шақырады, бірақ ол бас тартады. Қыз фургонға кіріп,
үстелден оның орындалмаған істерінің тізімін көреді. Ол акванариумға оралып, жігіттен олармен бірге кетуін сұрайды, өйткені бұл жерде ол міндетті түрде зомбиге айналады. Тенда өмірінің барлық бақытты сәттерін есіне алады, ал Косуги осы уақытта етігімен істер тізімін таптап жатыр. Біздің кейіпкеріміз бастығын итеріп құлатады. Тізімдерін көтеріп, өзінің жұмыстан шығатынын хабарлайды. Осы сәтте баспанаға зомбилер тобыры басып кіреді. Адамдар жан-жаққа шашырап кетеді, ал Тенда өзінің бұрынғы екі әріптесін құтқарады. Адамдар үй-жайлардың біріне тығылып, есікті құлыптап үлгереді. Олар әрі қарай жүгіріп, акванариумның акулалар тұратын бөлігіне жетеді. Тісті жыртқыш бірден солардың бірімен тамақтанады. Бірақ бұл қарапайым акула емес, аяғы бар зомби акула. Адамдар не істерлерін білместен қашуға тырысады және кішігірім қоймаға келіп жасырынады. Тенда адамдардың арасында Косугидің жоқ екенін байқап, өзінің жиіркенішті бастығына көмектесуді шешеді. Ол акулалардан қорғану үшін сүңгуір костюмын киіп, Косугиді ерлікпен құтқарады. Бастық қашып бар жатқанда, акула біздің кейіпкерімізге шабуыл жасайды. Бірақ адал Кенчо көмекке асығады және зомби акуласын тиегішпен соғады. Тенда тағы да Косугиді құтқару үшін жүгіреді. Бұл жолы аш зомбилер тобырынан. Бастық жасырынып жатыр, ал зомбилер біздің кейіпкерімізді тістеуге тырысуда. Оның қорғаныш супер қаһарман костюмы болғаны қандай жақсы. Сизука пайда болып, музыка арқылы құбыжықтардың назарын аударады. Ол қолындағы мүйіздермен жүгіріп, оларды суға лақтырады. Құбыжықтар бірден оның артынан асығып, тұзаққа түседі. Кенчо жүгіріп келіп, акула оны қудалағанын және жартасқа кептеліп қалғанын айтып мақтанады. Ал демек енді ешкімді жемейді. Косуги пайда болып, жеңіске қуанады. Бірақ кенеттен акула тасты жарып өтіп, оған шабуыл жасайды. Тенда құбыжықпен шайқасқа түседі. Осы кезде Сизука бірнеше батареяны алып, өткізгішке ұқсас бір нәрсені жасайды. Ол акуланы тоқпен ұрмақшы. Кенчо бұл батареяларды алып, Тендаға лақтырады. Оларды акуланың мұрнына басу керек, және біздің кейіпкеріміз мұны жасайды. Зомби акуланы электр тоғымен ұрады, және ол жерге құлайды. Тенда досына жүгіріп барып, оның жағдайы жақсы екенін көреді. Адамдар құтқарылды. Акванариумның барлық тұрғындары жолға жиналуда және көлікке азық-түлік салынған қораптарды жинайды. Тенда, Кенчо және Сизука да өздерінің фургондарымен жүріп кетеді. Біздің кейіпкеріміз достарына оның тізімін жаңа істермен толықтыруды ұсынады. Енді бұл олардың ортақ тізімі және ортақ шытырман оқиғалары. Егер зомби болсаңыз, лайк басыңыз. Сіздердің қанша екендеріңізді көрейік. Кездескенше.